Санкт-Петербургта болған оқиға. Тамара Самсонова деген 70-ке жақындап қалған әйел 2015 жылы Валентина деген өзі қатарлы бір апамен танысады. Екеуі де жалғызбасты әйелдер, подружка болып кетеді. Солай бұл Тамара Валентинаның үйіне көп баратын болады. Бір күні Валентинаның үйінде ужин ішпекші болады. Валентина кешкі тамақты дайындайды, а бұл үйінен оливье істеп барады. Оливьеге феназепам деген снотворный қосып апарады. Солай подружкасы оливьені жегенде ұйықтап кетеді, а бұл пышақпен органдарын бәрін кесіп алады. Өлі денесін ваннадағы пленка занавескаға орап, мусорға апарып тастайды. Ал ішкі органдарын кастрюлькаға салып үйіне әкетеді. Полициялар тексеріс барысында бұның кастрюлькамен үйіне кіріп баратқаны түсіп қалған видеонаблюдениеға. Солай қылмыстық істі тексеріс барысында қаншама бұның қылмыстары анықталады. Бұның 90 жылдары күйеуі болған, із-түзсіз жоғалып кеткен. Одан кейін үйінде бір квартирант жігіт тұрған, ол да із-түзсіз жоғалып кеткен. Одан кейін 60-қа толғанда үйінде 40 жасар еркекті квартирант қып алған, омен көңіл көтеріп жүрген. Ол еркек қалай басы айналып қалғанын білмейді. Өзінен 20 жасар үлкен кемпірге, даже 2 айдан кейін осы кемпірге үйленем деп шешеді ол 40-тағы еркек. 40-тағы еркек бір күні өзін жаман сезініп ауруханаға барып тексерілсе, өзінің денесінің бір дәрімен уланғаны анықталады. Ол еркек Тамарадан қашып кетеді. Арасы ұзамай бұл тағы да бір жігіт тауып алады, жас жігіт. Ол жігітпен жүріп, соның достарымен Лариса и Александр дегендермен танысады. Ұзаққа созылмай ол жас жігітті де бұл Тамара өлтіреді. Солай Ларисаға звондайды. Осылай менің жігітім өліп кетті деп жылайды. Бұған жаны ашыған Лариса бұған уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады деген сияқты көңіл айтып жүреді. Тамара жиі звондайтын болады Ларисаға, тек қана Ларисамен емес, Ларисаның күйеуі Александрмен сөйлесе бастайды. Лариса күйеуін қызғанбайды, өйткені бұл аналарымен жасты әйел, сондықтан ойында еш нәрсе болмайды. Бірақ бұл кемпір Александрмен сөйлесіп жүріп, Александр бір күні Ларисаға айтады: мен Тамараға кетемін, мен Тамараны жақсы көрем, мен соның үйінде тұрам деп күйеуі әйелін тастап кетеді. Лариса в шоке болып қалады, одан кейін күйеуін көрген емес. Тамараның үйіне барып тұрған Александр да із-түзсіз жоғалып кетеді. Осындай қылмыстардың бәрі анықталып, бұл кемпір 10 адам өлтірген болып шығады. Тамара бәрін мойындайды, өлтірдім дейді. Оларды іздемей-ақ қойыңдар, мен олардың бәрін өлтіріп тастағам деп айтады. Тексеріс барысында үйінен қалың күнделік тауып алады. Күнде не істеп не қойғанын жазып жүрген, бірақ ешкімге түсініксіз тілде жазған. Мынау дневнигінің бір парақшасы, мне кажется, мына жерде рецепт жазылған сияқты. Тамараны түрмеге емес, психбольницаға қамайды ғой. Қазіргі таңда психбольницада жатыр ол әйел. Йозеф Менгеле деген немістердің ең қатыгез ученый докторы болған. Бұл кісі екінші дүниежүзілік соғыс уақытысында ұсталған адамдарды концлагерге әкелгенде, солардың ішінен өзіне экспериментке адамдарды таңдап алатын болған. Немістер соғыс уақытысында ұсталған адамдарды трудовой лагерге әкеп, жұмысқа жарайтындарды құл ретінде жұмыс ету үшін бөлек қалдырып, ал жұмысқа жарамайтын 13 жастан төмен немесе кәрі кісілер, кәрі әйелдер деген сияқты оларды газовый камераға жіберген. Газовый камерада өлтіріп, крематорий залында өртеп күлге айналдырған. Кім тірі қалады, кім өледі деп шешетін уақытта осы дәрігер Йозеф Менгеле өзіне керек адамдарды эксперимент жасау үшін, өзінің медицинасын дамыту үшін ішінен адамдарды таңдап алатын болған. Көбінесе егіздерді таңдаған ғой, егіз балдарды, 10 жасар, 9 жасар, 6 жасар, ол жерде енді кішкентай балдарда бар, егіз болса болды, бұл экспериментке таңдай берген. Сосын көздері екі түрлі цыгандар бар ғой, бір көздері қоңыр, бір көздері көкшіл болып туылатын, сондай адамдарды экспериментке таңдаған. Үлкен жігіттердің арасынан да біразын таңдаған, өйткені әртүрлі дәрілер жіберіп, суперсильный соғысқа жарайтын, соғыс алатын адам шығарғысы келген. Ең көп қинағандары егіздер болған. Екеуінің мүшелерін кесіп алып, бірдей ма соны салыстырған. Біреуінің қанын алып екіншісіне құйған, қан бір-біріне реакция бермей ма егіздерде деген сияқты. Веналарына әртүрлі химиялық дәрілер жіберген. Ал жүректеріне тікелей хлороформ салған ғой. Бір егіздер болған, біреуінің даусы керемет күшті өлең айтатын болған, а біреуі даусы шықпайтын, сөйлемейтін да болған. Соны неге бұлай деп, голосовой связкаларын кесіп алып көрген ғой.
Эксперимент барысында егіздердің біреуі өліп біреуі тірі қалса, тірі қалғанын газовый камераға жіберіп тоже өлтіреді. Эксперимент барысында 2 егізде тірі қалу керек болған. Ондай қатыгез эксперименттен көбісі тірі қалмаған ғой. Адамдардың көздің светін өзгерту үшін көзіне, біреулерінің көзіне чернила құйған, біреулеріне химикатты раствор құйған, светін өзгертем деп. Чернила құйғандар соқыр болып қалған, химикатты раствор құйғандар өліп кеткен. Әйелдерге гинекологический эксперимент өткізген ғой. Ал көзі 2 түрлі адамдарды көзін кесіп алып, өздерін газовый камераға жіберіп, көзін зерттеген. Бұның бәрі Ұлы Отан соғысы аяқталғанға дейін болған. 1945 жылы СССР жеңіп концлагерьді барып құтқаруға барғанда, бұл барлық эксперимент қағаздарды өртеп, өзі Аргентинаға қашып кеткен. Аргентинадан Бразилияға қашып, 1979 жылы теңізде инсульт алып қайтыс болған. Парвеш деген индиялық әйел, күйеуі екеуі Канадада тұрған. Күйеуі де Индияның азаматы, бұл әйелді жиі ұратын болады. Одан бөлек әйелім постоянно жұмыс істеткізетін болған. Бірінші қызын туған кезде де 6 ай болғанда қызына сол кезден бастап фермаға жұмысқа орналатқызып қойып, күйеуі жұмыс істеткен. Екінші қызын босанып, кішкене үйде отырып қалған кезде күйеуінен қатты таяқ жейді. Солай күйеуіне заявление жазып полицияға соттатып жібереді. Түрмеде кішкене отырып келген күйеуі өзгердім деп қайта келеді семьяға. Шынымен бәрі өзгергендей болады, бірақ әйел ауыра бастайды. Жиі бас ауырады, денелері қақсайды, сонымен докторға барып тексерілгенде диагноз қоя алмайды. Тек қана обезболивающий жазып береді. Бір күні ауруы асқынып, тоғырғандай қатты айқайлап дірілдейді. Соседтері келіп қалып, оны көреді. Күйеуі де келіп қалады, скорый шақырады, больницаға апарады, бірақ тағы да диагноз қоя алмайды. Солай бұл әйел ауруханада қайтыс болады. Арада 3 апта өткен соң бұл кісінің бизнес партнері тура сондай симптоммен қайтыс болады. Алдын бизнестерін страховать еткен сол үлкен страховканы алу керек болады бұл кісі. Сол кезде страховой компания бұл істі тексереді. Әйел мен бизнес партнерінің өлімі ұқсас болғандықтан бұл кісінің не істеп не қойып жүрген тексереді. Бұл кісінің Канададан Индияға жиі ұшып тұратыны белгілі болады. Солай Индияда не істеп жүрген тексергенде бұл әйелі қайтыс болған соң 9 аптадан кейін басқа бір қызды алған Индиядан. Индияда қалың малды қыздар жақ төлейді. Сол қалың малды алып алған соң Канадаға барып келем деп Индияның басқа қаласына барып тағы да бір қызға үйленіп алған. Ол 2 әйелінің біреуі 1 жылдан кейін егіз бала босанады. Ол егіз бала 12 күннен кейін қайтыс болып кетеді. 2 әйелінің біреуі де қайтыс болып кетеді. Солай осы 5 өлімді тексергенде барлығы бір симптоммен өлген болып шығады. Бұл істі ұзақ уақыт тексеріп, бұл кісінің у қолданғаны анықталады. 5-еуін де бұл кісі өлтірген екен ақша үшін. Улы талдың соғын қолданған екен. Хотя бы балдарыңа жаның ашымады ма, неге балдарыңды өлтірдің, 12 күндік балдар ғой дегенде, болашақта менің ақша табуыма кедергі болады деп өлтірдім деген. Ал 2 әйелді қалың малы үшін ғана үйленген. Канададағы әйелі мен бизнес партнерін страховать еткен, соның страховкасын алу үшін өлтірген. Сонымен өмір бойлық түрмеге қамалады. 2013 жылы түрмеде қатты ауырып, ауруханаға жеткізгенде бұған рак деген диагноз қойып, қатты аурудан 2013 жылы қайтыс болады. Бразилияда болған оқиға, мына қыз Рио-де-Жанейроның бір ауданында туылған қыз, бай семьяда өскен ғой, постоянно махаббатқа, вниманияға бөленіп өскен қыз. Мариана өскен кезде үйіндегілер келісім шартпен бұл қызды спокойный, салмақты жігітке тұрмысқа береді. Яғни Мариана мына жігітке тұрмысқа шығады. Екеуі жүрмейді, просто үйіндегілердің келісім шартымен үйленеді. Екеуі 1 жыл ерлі зайыпты ретінде нормальный өмір сүреді, бірақ 1 жылдан кейін бұл жігіт көп көңіл бөлмей бастайды. Әйеліне көп жұмысқа кетіп қалады, көп үйде болмайды, солай әйел жалғызсырай береді. Мариана жұмыс істемей үйде отыратын болған, күйеуін постоянно күтіп, күйеуі иногда кешігіп келеді, иногда келмей қалатын кездері болады. Келген жағдайда да сөйлесейін десе сөйлеспейді, шаршап келдім деп бұны тыңдамайды да, сөйлеспейді да, солай вообще көңіл бөлмей қойған ғой. Солай бұл қыздың жүрегіне қатты батып, ол нәрсе постоянно церковьке барып жүреді. Церковьке барғанда ең соңында отырып алып,
молитва жасағаннан кейін адамдардың бәрі қайтады ғой, сол кезде бұл жалғыз өзі қалып кетіп, жанып тұрған свечаларға қарап, мұңды көздерімен свечаларға қарап отыра беретін болған. Оны байқаған священник Филипп жанына жақындап отырып, мен байқаймын, сен көп келесің церковьке, постоянно мұңды көздермен, постоянно настроениең жоқ, неге бұлай деген сияқты сұрақтар қоя бастайды ғой. Енді священниктің жұмысы сол адамдарды андай не дейді, успокоить ету керек, как психолог ретінде ол адамдардың жүрегіне бір мейірім толтырып жіберу керек. Мариана өзінің жалғызсырап жүргенін айтады, күйеуінің көңіл бөлмейтінін айтады, вообще қарамайтынын айтады. И сол кезде бұл священник мүмкін осылай істейсің, мүмкін осылай істейсің деген сияқты постоянно совет беріп жүреді ғой. Солай бұл әйелдің сезімі күннен күнге священникке ояна бастайды. Бір күні күйеуімен ұрсып қалған кезде жылап, қиналып тағы да барады священникке. Священник қабылдайды бұны. И сол қабылдаған кезде оның мягкий сөздері, жаңағыдегідей мейірімді сөздері бұның жүрегін елжіретіп жіберіп, бұл өз-өзін ұстай алмай күйеуінің көзіне шөп салады. Солай священник екеуінің арасында страсть, махаббат болып, екеуі кездесіп жүреді ғой. Священникке деген сезімі күннен күнге ұлғая береді. Уже күйеуіне вообще қарамайтындай состояниеға жетеді. Күйеуіне көңіл бөлмей, постоянно үйде отырмайтын болады. Сол кезде күйеуі сезе бастайды уже. Неге бұл үйде отырмайды, неге постоянно церковьке бара береді деп. Қайда баратсың десе, благотворительность жасап жатырмыз, қайда баратсың десе, церковьке бара жатырмыз деп солай кете берген. Солай Мариана күйеуінен ала алмаған махаббатты священниктен алып жүреді ғой. Оны сезген күйеуі әйелінен қайда баратсың, не істеп жатсың деген сияқты сұрайды. И сол кезде церковьке баратын, благотворительность істейтінін айтады. Сосын әрбір сөзінде священник Филипп деп священникті мақтай береді ғой әйелі. Содан бұл күйеуі сезіп, командировкаға кетіп жатқанда үйіне скрытый камера қойып кетеді. Командировкадан келіп скрытый камераны тексерсе, әйелі үйіне священникті шақырған, священниктің жалаңаш жүрген видеолары түсіп қалған ғой. Күйеуі қалай атам сөйт етсем екен деп церковьке барып, воскресенье күні жаңағыдай не оқиды ғой, лекция оқиды ғой, жаңағыдай әртүрлі нәрселерді айтады священник. Вот содан кейін андай не слайд-шоу құсатып, ана скрытый видео камера түсірген видеоны бүкіл церковьтегі адамдарға көрсетеді ғой. Священникті сондай таза адам деп ойлаған қаншама адам, біреуі көзін жапса, біреуі аузын жабады ғой. Ал сол жерде отырған әйелі кіретін тесік таппай қалады ұялғанынан. Ал священник бір жерде қатып қалып, не істерін білмей қалады ғой. Сонымен бұл священник бүкіл адамдарға позор болып, жұмыстан қуылады. Ал Мариана күйеуімен ажырасады. Позоры шыққан священник көшеге шыға алмай қалады. Көшеге шыққанда бәрі қолмен тыкать етіп көрсете бастайды ғой бұны. Сондықтан бұл қаланың шетіне көшіп кетеді. Священник позор болғанына Мариананы емес, өзін емес, именно Мариананың күйеуі Джойды кінәлайды ғой. Сонымен кек қайтарғысы келіп, оны алдап шақырып бір жерге солай пиламен еркектік мүшесін кесіп тастап, қинап өлтіреді. Полициялар Джойдың денесін тапқан кезде, сол барлық енді уликалар бәрін тексерген кезде, сол кімнің отпечатки пальцы шығады, жәндегі священниктің. И сондықтан оны ұстап, және түрмеге қамайтын кезде сұрайды ғой, сен өлтірдің ба дегенде, жасырмай айтып бере салады. Иә, мен өлтірдім. Мен солай кек қайтарғым келді, кегімді қайтардым. Мен өлтірдім солай деп. Солай бәрі жақсы көретін, таза болып жүрген священник тұрмыстағы әйелмен күнә жасап, соңында адам өлтіріп, түрмеге қамалады.